Сәлем достар, біз қазір қыздардың жатақханасына келеміз. Измир қаласында орналасқан. Осындай коттедж секілдінде жатақханада тұрады. Өздері пароль жоқ, бірақ біз звонокты басып күтіп жатырмыз. Мерхабалар. Галыш алып келуге кетті. Біз жатақханада қыздар мындай ай киімдерін шешіп, домашний тапочкалармен кіретін жақта. Барлығы. Ар жақта бір күшік бар. Дауысын естіп жатқан шығарсыздар, памук деп аталады, памук. Достар, қазір бұл бірінші этаж, үш этаждан тұрады. Бірінші этажда комнаталар бар. И қазір астыңғы этажға кухняға түсеміз. Бұл жатақхананың ерекшелігі үлкен қалада болғандықтан көбісі 6 айға, мысалы 1 жылға төле деп шарт қояды. Бұл жатақханада ондай шарт жоқ. Және де скидка ұсынылған. Менің оқушыларым осында көп болғандықтан скидка жасалынған, және таңғы ас, кешкі ас, кір жуатын барлығы осы бағаға кіреді. Жалпы 30-ға жуық студент қана тұрады. Соның 20-ға жуық менің студенттерім. Столовой кішігірім. Және де таңғы ас пен кешкі астың өзінің белгілі бір уақыттары бар. Сол уақыт аралығында тамақтарын ішу керек. Және осы столовойдың қасында намазхана орналасқан. Бұл жер жұмыс сабақ оқитын жер. Жалпы кішігірім. Үтік бар. Үтік дейтін полкалар, кітаптар бар. Қыздар астына келіп жұмыс істей алады. Достар, бұл екінші этаж. Екінші этажда полностью қабаттар орналасқан. Бірінші комнатаға кіріп қарайық. Бану, телефон сөйлесіп отыр. Ғазиза деген қызымыз бар. Мына жерде Айгерім деген қыз тұрады. Каждый холодильник. Потом шалашмен масасы бар. Стол, то есть мындай кондуктармен. Осылай. Екінші комнатаға кірейік. Бұл 2 адамдық орын. Әрбір комнатада 2 адамнан жатады. Батыс Қазақстанның қыздары, класстастар Жанар, Диляра деген қызымыз. Бұлар именно осы комнатаны таңдады, 2 адам аз болса екен деп. Одан кейін именно осы комнатаға арналған душевой, туалет. Одан кейін бұл жердегі тағы бір қызымыз Жанаргүл, Батыс Қазақстаннан. Сосын Рабиға деген қызымыз бар. Рабиға 3-ші этажда сабақ оқып отыр. Холодильник, шкаф бәрі бар. Мына жерде 4 қыз орын, 4 адамдық. Кіріп қарайып кеттік. 4 адамдық орында жалпы бізде әртүрлі облыстан келген қыздар бар. Мысалы, Аяру деген қызымыз Түркістаннан келген, Айкөркем Қызылордадан келген, Дилназ Батыстан келген. Және бізде маникюр жасап отқан қызымыз Алматыдан келіп отыр. Мысалы, бұл арнайы маникюр жасап, өзінің хобби ретінде табыс тауып отыр. Одан кейін мына 3 адамдық орын, бағасы біраз төменірек. 2 этажный болған, двухъярусный болғандықтан бағасы басқа комнатаға қарағанда арзанырақ болады. Бұл жерде қазір данный момент 2 қыз ғана тұрып жатыр. Біреуі түркчанка, екіншісі менің оқушым Зере. Зерешка қазір сабағын оқып, осы арнайы стол, полкалардың бәрі осы қызға арналған. Өздерінің жеке душ, туалеттері бар комнатаның ішінде. Қыздар, жігіттер, әр этажда осындай коридор бар, интернет орналасқан, лайнері бар. Сосын бар, әр қыздардың аяқ киімдері қойылады. Мына жерге айнасы бар.
ең үстіңгі этажда осындай мини кухня орналасқан. Мини кухняда сіздер өздеріңіз шай, кофелеріңізді дайындап ішсеңіздер болады. Одан бөлек тамақ ысытып жеуге де болады. Микроволновка орналасқан. Бұның қасында оқу залы бар. Біздің Рабиға сабақ оқып отыр. Қыздар бұл жерде емтиханға дайындалады. Кейбіреуі түрікше оқиды деген секілді. Әртүрлі облыстан, әртүрлі қаладан келген қыздар бар. Енді бұл жерден террасаға шығамыз. Террасаның көрінісі, байқасаңыздар, тек қана коттедж үйлер. Бұл жерде тек қана байлар тұрады деп айтсам болады. Потому что жилой комплекстер, этаж үйлер мүлдем жоқ. Көрінісі өте керемет. Бұл жатақхананың арты, алдыңғы көрінісі бұдан да әдемі. Бұл жер универге примерно 15-20 минутта баруға болады жаяу. Және де жасыл, орман, парктар өте көп. Бұл жерде қаласаңыздар, кітап оқысаңыздар болады, қаласаңыздар банаға кофе, шайларыңызды ішіп демалуға арналған жер. Бұл уже жатақхананың алдыңғы жағы, көрінісі көріп тұрғандай ғажайып. И бұл жерде адамдар өздерінің столы отырып кофелерін ішкен, мысалы. И бұл жерде және де ең ерекшелігі, көп жатақханада кухняда тамақ істеуге рұқсат бермейді, бірақ бұл жерде менің айтып, өтініш айтқанымнан қыздар апта соңына өздері кухняға барып, өздеріне ұнаған тамақты жасап жеуге рұқсат етілген. 3 кісілік орынның, 2 кісілік және 4 кісілік орындардың бағасы әртүрлі. Сіздерге описанияға бағаларын жазып кетемін, қазір студенттердің отзывтарын тыңдасаңыздар болады. Барлығына сәлем, менің атым Асылжан, мен Алматы қаласынан боламын. Мен қазір Тоғызөйлі университеті Измир қаласы лингвистика мамандығына оқуға түстім. Мен кішкентай кезімнен бері Турцияға түсуді армандап, сол арманымды жүзеге асырған Баян ханымға алғысым шексіз. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Бану. Қазіргі таңда Измир қаласында оқып жатырмын. Осы Измир қаласына түсуге және жатақханаға орналасуға Баян ханымның көп көмегі тиді. Баян ханымның өзіне және компаниясына үлкен алғысымды білдіремін. Бәріне сәлем, менің есімім Айкөрген, мен Қазақстанның Қызылорда қаласынан келдім. Менің жасым 17-де. Және де мен қазіргі таңда Түркияның Измир қаласында Тоғызөйлі университетінің лингвистика мамандығына оқуға түстім. Және де осы Турцияда оқуыма, және де жатақханама көмектескен Баян ханымға өте алғысым шексіз. Бәріне сәлем, менің атым Рабиға. Қазіргі таңда Түркия елінде Измир қаласында Эге университетінде томер курсында оқудамын. Бұның бірден-бір себебі Баян ханым. Баян ханым бізді оқуға түсіріп, жатақханамызға орналастырып және құжаттарымызбен көмектесті. Сізге алғысымыз шексіз. Сәлеметсіз, мен атым Зере, қазір 17 жасымдамын, Қарағанды қаласынан боламын. Қазіргі таңда Турция қаласында Измирде оқып жатырмын. Эге университетінде тіл курсын оқып жатырмын. Мен бұл жерге Баян ханыммен бірге түстім. Баян ханымға үлкен алғысымды білдіремін. Маған көп көмек берді және қазіргі таңда да көмектерін беріп жатыр. Сәлем, менің атым Айару, жасым 17-де. Мен биыл Тоғызөйлі университетіне менеджмент мамандығына оқуға түскен болатынмын. Бұл оқуға түсуге Баян ханым көмектескен болатын және маған әлі күнге дейін өз көмегін беріп келе жатыр. Сондықтан Баян ханымға рахмет. Сөйтіп біз жатақхананы көріп қайтып бара жатырмыз. Ал кеттік. Осымен біздің жатақханаға деген турымыз аяқталды. Енді жаяу үйге қайтып бара жатырмыз. Атмосферасы өте керемет, көріп тұрғандарыңыздай. Енді сіздер осы Түркияға білім жағына ма, оқу жайына ма, көшу жайына ма қандай сұрақтарыңыз бар, комментарийға жазып, қысылмай кез келген сұрақтарыңызды сұрасаңыздар болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет.